Тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 15-16 бөлімдері. Мәжиде мен Қазым оңаша жолда қалды. Қазымның сырқаты басталды. Мәжидеге көлікті сен айда деді. Жоқ, мен көлікті айдай алмайын деді. Нермин кішкентай баладан ауруханада телефонын алдырып, Қазым мен Мәжиденің қайда екенін аңдады. Жан мен Жихангер Коконың дәмханасына келді. Ол дәмхананың бірнеше күннен бері жабық екенін, иесінің жол көлік апатына ұшырағанын естіді. Және де ол қай ауруханада екенін де біліп алды. Ал Нермин болса Қазымға хабарласып, Қазым сен қайдасың деді. Мен көліктемін деді. Қасыңда кім бар деді. Нермин болды енді, жетер енді. Мені сүйем деші деді. Сені сүйем деді. Мәжиде үйіне келіп, кірпігін еркелетіп, енді терезе жаққа барып, Қазымның кетпегенін білу үшін терезені ашып қарады. Бірақ Қазымның кетпегенін көрді. Және де ол сырқат ұстап үйге қарай кіріп келе жатты. Қазым қонақ үйге қарап кіріп келе жатты. Сол кезде Әли деген жігіт, кім бар, көмектесіңдерші деді. Сол кезде Мәжиде де жүгіріп келді. Жихангер мен Жан Ахметті бопсалаймыз деп Коконы үйіне келіп алды. Мәжиде Қазымды қонақ үйге кіргізіп, Қазым терең демал, жақсы нәрселер ойла деп емдей бастады. Ал Нермин болса киімдерін жинап ауруханадан қашпақшы. Ал Мәжиде Қазымның төс қалтасында қатты алып оқи бастады. Ал ол қатта Мәжидеге деген сезімін барлығын жазған екен. Нермин Жихангерге хабарласты. Мен келе жатырмын деді. Қайда келе жатсың сен деді. Екеуі қонақ үйде бірге екен деді. Қазым ұйқысынан таңертең тұрып, жан-жағын қарады. Үйдің ішін тексеріп көрді. Мәжиденің ұйықтап жатқанына қарады. Және де Мәжиденің ерні жыбырлап бірдеңе айтқан сияқты болды. Сөйтті де Қазым не айтты екен деп тыңдамақшы болды. Сол кезде Мәжиде оянып кетті. Сіз бұның не істегеніңіз? Үйімнен шығыңыз. Кетіңіз енді деді. Екеуміз таңғы асқа барайық деді. Жоқ, рахмет, менің қарным аш емес деді. Оны шығарып салып Мәжиде, сен дұрыс істемедің, сен ашуға бердің деді. Ал Мәжиде болса Коконың дәмханасын ашып, желдетіп жатқан кезде Қазым келіп қалды. Қазым тамақ беруін сұрады. Ал Ахмет өз адамына хабарласып Мәжидеден аңдуын қадағалады. Және де оның қасында ешкім жоқ деді. Мәжиде Қазымға таңғы ас әзірлеп берді. Және де менің қасыма отыр деді. Отырмайын деді. Отыр деді. Ахмет Мәжидеге хабарласып, қасыңда кім бар деді. Ешкім жоқ деді. Сендердің осындайларынан шаршап кеттім деді Мәжиде Қазымға. Бәр нәрсені жасыру керек. Бұл қандай өмір өзі деді. Мәжиде, сен Ахметпен не үшін жүрсің? Сен біздің әулетте біреуді ұнатасың ғой деді. Ешкімді де ұнатпаймын деді. Жүрегіңде біреу бар деді Қазым. Жоқ, жүрегімде ештеңе де жоқ, ешкімде жоқ деді. Мен ешкімді де сүймеймін деді. Онда бәстесейік. Егер де сен ұтсаң деді. Сол кезде Нермин Мәжиде мен Қазымды көрді сырттарынан. Сөйтті де Жихангерге айтты. Жихангер, сабыр сақта деді. Оған анасы келіп, сен не бүлдіріп жүрсің? Тонышты бопсаласың ба деді. Бопсалаған жоқпын деді. Сол кезде Коконы көрді. Коко кетіп қалды. Мен сендер үшін деп жүрмін ғой, балам деді Берин ханым. Қазым әкесіне келіп бар сырын айтты. Және де жазған хатында сіз сақтайсыз деген үміттемін. Осыны ұмытпаңыз деді. Ал Мәжиде бар сырын Сараға айтып берді. Сара оны естіп қатты ашуланды. Емшілік деген адалдықты қалайды. Сен бұның не істегенің? Барда Қазымға барлығын айтып бер. Қатының оқығанын, рұқсатсыз алғанын айт деді. Мен дайындалайын деп Сара тұрып кетті. Бірақ Мәжиде айта алмаймын деді.
Қазым, үйге қарай барамыз деді. Мына қала өзгеріп бара жатыр. Бір күні адасып қалмасақ болды деді. Мадиже Қанданды күтіп алды. Қандан жүр деді. Қандан қатты ашуланып, Ведат қайда деді. Сол кезде Мадиже Қазымға хабарласты. Ведат саған кешке хабарласады деді. Қандан Мадижеге сенен көңілім қалды. Сен де үйлі баранды еркекке ғашық болып қал деп қарғады. Қазым үйге келсе Нермин үйде екен. Нермин, сен қашып келдің ме деді. Қашатындай мен не қылмыскер ме едім деп қатты ашуланды. Сол кезде балалы болайық. Мен бір баланы көрдім. Бала асырап алайықшы деді. Жоқ, болмайды. Сен мына күйіңмен кім саған баласын береді аманаттап деді. Өкіметте бала бергенмен сен қарай алмайсың о балаға. Бір күн саусың, бір күн аурусың. Қайтып қарайсың о балаға деп ашуланды. Ал Берен ханым өзінің сырқатымен әлек. Қандан қатты ашуланып жатыр Мадижеге. Мадиже де оның сөзін естіп жыларман халде болып отыр. Ведат мен тастамады. Ведат мені сүйеді. Біз екеуміз бақыт дедік. Мадиже, мен сенен қатты көңілім қалды. Баршы енді мен демалайын деді. Сол кезде Мадиже шылап қалды. Көзіне жас алып қалды. Ахмет Сераға хабарласты. Сера, сәлем, қалайсың? Қолың бос па деді. Екеуміз бүгін 3-те кездессе қайтеді? Қайда деді. Біздің үйде. Келсесің ба деді. Әрине, келсемін. Барам деп қатты қуанды Сера Ахметпен жолығатынына. Сөйтті де Сера күлкісін күйеуіне білдірмейін деп күлкісін жинап алды. Жиһангер Ахметке келіп, Ахмет, сен ана жігітті өлтіріп жіберейін депсің ғой. Бірақ ол аман қалды ғой. Аяғына дейін жеткізбедің бе, шаншып өлтіріп тастамадың ба деді. Мен сен ағам айтам деді. Мәрт пен Су, осы Ведат қайда кетті? Қол қойдырып алмаппын деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.